Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге керемет бір платформаны таныстыратын боламын. Ол платформаның аты Bouncy Balls деп аталады. Бұл платформаның сілтемесін осы видеоның астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп қарап көрсеңіздер болады. Бұл платформаны қай кезде қолданамыз? Сабақтың үстінде, яғни жеке жұмыста, топтық жұмыста және жұптық жұмыстарда оқушылардың шулап кеткен жағдайда осы тәсілді қолданып көрсеңіздер өте керемет. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, осы шарлар арқылы сыныптағы шудың деңгейін басқарсаңыздар болады. Енді қолдану жолын көрсететін боламын. Ол үшін секіруді бастаңыз деген кнопканы басатын болсаңыз, сізде жоғары жақта оң жағында осындай настройка шығатын болады. Міндетті түрде микрофонды қосып қоямыз. Қосқаннан кейін осылай шариктер қозғала бастады. Яғни бұл шудың деңгейін білдіреді шарлар. Одан кейін астында сезімталдық деген бар, яғни сезгіштік деңгейін білдіреді. Бұл жерде көбейткен сайын тез сезеді шудың даусын. Неке тым шулы деген сияқты осылай экранға шығып тұратын болады. Егер сабақтарыңызда оқушылар тыныш отыратын болса, осылай сезімталдықты 200%-ке апарып қойсаңыздар болады. Егер оқушыларыңыз сабақтың үстінде шулы болатын болса, онда процентін азайтып қойсаңыздар болады. Одан кейін астындағы батырма бұл жаңағы шариктердің көлемін білдіреді. Қараңыздар, осы жерде көп болып кетті көлемі. Одан кейін азайтсаңыздар, шариктердің көлемі осылай азайып кететін болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасап алсаңыздар болады. Одан кейін астында тақырып деген бар. Мынау пластмасса түрінде шариктеріміз, келесі эмоция түрінде қолдансаңыздар болады. Сандар түрінде қолдансаңыздар болады. Өздеріңіз настройкасын жасап алсаңыздар болады. Көпіршіктер түрінде қолдансаңыз болады. Және көз алмалары ретінде қолдансаңыздар өте керемет, қараңыздар. Одан кейін шу туралы ескерту, жаңағыдай шу туралы ескерту жаңағы шығу керек болатын болса, онда осы галочка басылып тұрады. Егер керек емес болатын болса, онда галочканы алып тастасаңыздар болады. Осындай сабақтарыңызда жаңаша қызықты тәсілдерді міндетті түрде қолданып көріңіздер. Осы видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Мені жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп өтіңіз және осы видеоны, пайдалы видеоны әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.